Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін біз оп-оңай, өте жылдам жасалатын осындай булочканың түрімен танысатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, оның үстіне аздап тұзымызды бір кішкене қасықпен жетеді, және де 50-60 граммдай қантымызды салып, араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Оның үстіне бір жұмыртқамен 60-70 граммдай сармайымызды ертілген құйып, жақсылап араластырамыз. Бәрін болғаннан кейін ашытқыны ең соңында салып, осылай бір шай қасық жетеді. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қатты болып қалмауы қажет. Егер қамырыңыз қатты болып қалса, біздің булочкамыз да қатты болып қалады. Енді осыны 1 сағатқа ашытып, көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Міне менің қамырым ашыды. Осыларды бөліктерге бөліп, осылай жайып шығатын боламыз біртіндеп. Мен қазір бір бөлігін көрсетемін сіздерге. Дәл осы қамырмен бауырсақ істесеңіздер өте дәмді шығады. Міне қалыңдығы осынша болады. Енді осыларды дәл круассан істейміз ғой, дәл солай кесіп аламыз. Өте оңай достар. Міндетті түрде балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Өте жылдам әрі. Осылай менде вареный сгущенка начинкасына қалаған начинка сала бересіздер. Может, творог болсын. Дәл осылай екі шетін бірінші жақсылап жауып, осылай ораймыз, себебі біздің сгущенкамыз ағып кетеді. Және де бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін міне менде көтеріліп үлкен болды. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт жағып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің булочкамыз дайын достар. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар.